Өтірік айту. Өтірік пен манипуляция бұл тәуелділігі бар адамда бірінші кезекте білдіретін нәрсе. Лудоман өзінің шығындары, әрекеттері мен ниеттері туралы өтірік айтады. Қайда болдың деген сұраққа сенімсіздік туралы айыптауларға ұшырап, сұраушыны кінәлі етуге тырысуы мүмкін. Егер сіз жақын адамыңызды осындай өтірікпен кем дегенде бір рет ұстасаңыз, бұл маңызды алаңдаушылықты туғызуы қажет. Сәйкес емес реакция. Құмар ойындарға тәуелділер не болып жатқанына пропорционалды емес реакция көрсетуі мүмкін. Мысалы, сүйікті командаңыздың жеңілісіне ренжу, кейде мұндай эмоционалды тұрақсыздық әдеттегі жағдайларда да көрінеді. Бұл психологиялық тұрғыда тұрақты бұзылуларды көрсетеді.